Сәлем оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі жаңа сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ұбт география бойынша жаңа тақырып өтеміз, яғни атмосфераның ғаламдық циркуляциясы. Осының ішінде бүгін біз сіздермен қарастырамыз ауа массалары және олардың типтері, атмосфералық фронттар, атмосфералық қысым және ауа қозғалыстары. Кеттік. Ауа массалары. Ауа массалары дегеніміз, бұл температуралық көрсеткіші, ылғалдануы, қалыптасу ауданына сәйкес жинақталған бір тектес ауа ағыны, яғни бірдей ауа ағыны ауа массасы деп аталады. Ауа массаларының аумағы бірнеше мыңдаған километрге созылып, биіктігі тропосфераның ең жоғарғы қабатына жетеді. Тропосфераның ең жоғарғы қабаты, сіздер білесіздер, бұл 17-18 километрге дейін жетеді. Экваторлық ауа массасынан басқалары, яғни басқа ауа массалары, қалыптасқан жердің беткі сипатына қарай бізде бірінші теңіздік және континенттік деп бөлінеді. Мына жерде бізде негізгі 4 ауа массасы көрсетілген. Бұл бірінші экваторлық, сосын тропиктік, қоңыржай және арктикалық және антарктикалық. Арктикалық пен антарктикалық бұлар екеуі бірдей, қасиеттері барлығы бірдей. Тек бұлар мынандай аталуы ғана екі түрлі. Мынау арктикалық, мынау антарктикалық. Ал қалғанының барлығы бірдей. Осындай негізгі 4 ауа массасы бар жер бетінде. Температуралық көрсеткіші бірінші экваторлық белдеуде жоғары, ылғалдану дәрежесі де жоғары, мөлдірлігі жоғары. Басқа ерекшеліктер бұл жерде өрлеген ауа ағымы басым, қысым жыл бойы тұрақты төмен болады экваторлық белдеуде. Тропиктік температура өте жоғары, ылғалдану төмен, мөлдірлігі дегеніміз бұл прозрачность, яғни тұнықтығы. Әртүрлі болады тропиктік белдеуде. Бұл жерде тропикте төмендеген ауа ағыны басым, қысымы жыл бойы тұрақты түрде жоғары болады. Қоңыржай температура орташа, ылғалдану орташа, мөлдірлігі әртүрлі. Басқа ерекшелігі жыл мезгілдеріне қарай температурасы, қысымы мен ылғалдану дәрежесі өзгеріп тұрады. Арктикалық немесе антарктикалық бұл температурасы төмен, ылғалдану төмен, мөлдірлігі жоғары. Ерекшелігі мұхит үстінде қалыптасуына қарамастан құрғақ болып келеді бұл жақта ауа. Қысымы жыл бойы жоғары, төмендеген ауа ағыны басым болады бұл аймақта. Ауа массалары үнемі қозғалыста болады. Әртүрлі ауа массаларының арасында үлкен аймақты қамтитын ені 500-900 километр, ұзындығы 2000-3000 километрге дейін жететін атмосфералық фронттар бар. Оларды арктикалық, полярлық және экваторлық фронттар деп атайды. Атмосфералық фронттар ауа массаларының қозғалу сипатына қарай жылы және суық фронт деп бөлінеді. Қысым көрсеткіштері бірдей нүктелерді қосатын сызықтарды изобара деп атайды. Изобара грекше изос бірдей, барос қысым деген мағына береді. Яғни мына жерде қысым көрсеткіштері немесе әртүрлі температуралық көрсеткіштерді бұлай бір-бірімен қосатын сызықтан изобара деп аталады. Изобаралар бір-біріне жақын болған сайын қысым көрсеткіштері тез өзгеріп отырады. Қысым көрсеткіші төмен орталықтарды қысымдық минимум немесе циклон деп атайды. Қысым көрсеткіші жоғары болатын тұйық изобаралар жүйесі қысымдық максимум немесе антициклон деп аталады. Циклон кезінде ауа райы құбылып, күн бұлттанып, жауын-шашын жауып немесе дауыл болады. Ал антициклон кезінде ауа райы ашылып, яғни аспан тұнық болып ашылып, яғни бір қалыпты ауа райы қалыптасады. Солтүстік жартышардағы циклондық орталықтарда ауа ағыны сағат тіліне қарама-қарсы бағытта, ал антициклон орталығында сағат тілімен бағыттас қозғалады. Ал оңтүстік жартышарда
циклон мен антициклондагы аба агыны солтүстүк жартышарга карама каршы багытта жүзөгө асат. Циклондардын эң апаттуу аудандары мухит үстүндө калыпташатын тропиктик циклондар болуп табылат. Булар өтө апатты. Неге? Себеби булар өтө үлкен урагандар мен дауылдарды калыпташтырады. Сол себептен булар үйлөрдү, табигатты, тағы да басқа аймактарды кыйратат. Атмосфералык кысымдын таралуы өтө күрделүү. Өйткені бұл географиялық ендікке, құрлық пен мұхиттың ара қатынасына физикалық географиялық жағдайға байланысты болады. Яғни географиялық ендікті білесіздер, сіздер бұл күн сәулесінің түсу бұрышы. Осыған байланысты болады. Сосын құрлық пен мұхиттың ара қатынасы жер бедері физикалық географиялық жағдайға тағы да басқаларына байланысты болғандықтан бұл атмосфералық қысым өте күрделі. Жер шарында 3 төменгі қысым белдеуі бар. Ол бізде экватор, сосын 2 қоңыржай, мына жердегі осылар бар. Сосын 4 жоғарғы қысым белдеуі. Бұлар 2 тропиктік, солтүстіктегі тропик, және оңтүстіктегі тропик. Сосын 2 полярлық ендіктер, оңтүстік полюс пен солтүстік полюс. Осындай қысым белдеулері бар. Атмосфералық қысым белдеулері осылардың арасында қысым айырмашылығынан пассаттар мен батыс желдер, муссон желдері қалыптасады. Пассат дегеніміз бұл 2 жартышарда да болады. Яғни осы 2 жартышардың полюстерінен экваторға қарай қозғалатын желдер. Мысалға солтүстікте бұл мынандай солтүстік шығыстан басталып, осылай экваторға қарай қозғалады. Ал оңтүстікте оңтүстік шығыстан басталып, экваторға қарай қозғалады. Осыны пассаттар деп атаймыз. Батыс желдер бұл 2 жартышардың, яғни солтүстіктің де, оңтүстіктің де 40-60 градус ендіктерінде басым болады. Батыс желдер негізінен мұхиттар үстінде көп көрінеді. Материктер үстінде бұл өзгеріп отырады жел. Мысалға батыс желдер оңтүстікте бізде мына Антарктида жағалауларымен өтеді. Ал солтүстікте мына қоңыржай белдеуде көп өтеді. Яғни 2 жартышардың қоңыржай белдеулерінде көп кездеседі батыс желдер. Муссондар бұл жылына 2 рет қана көрінеді. Яғни маусымдық сипат алады. Маусымдық дегеніміз, яғни сезонный. Тек кейбір сезондарда ғана пайда болады муссондар. Муссондар, циклондар мен антициклондар неғұрлым тұрақты болатын, және олар маусым бойынша күрт айырмашылық жасайтын аудандарда қалыптасады. Яғни ондай аудандар бізде мынау оңтүстік шығыс Азия, оңтүстік Азия және шығыс Африка аймақтары. Сосын батыс Африка және мынау орталық Американың батыс бөлігінде көп кездеседі. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше қош, сау болыңыздар.